Бес ай бұрын телефон алған, стол алған, жер стол. Мынаны қараңдар енді. Мені жаман дейді, жарым дейді. Жаңа неге жазыпты? Әлеуметтік желіге салыпты, тиктогына. Бәріне жібердім достарыма. Міне. Салып жібердім дейді, таңертең жібердім дейді, мазаны алма дейді. Мынаны қараңдар. Өтірік алдап отыр, папа мамасы бар. Кәмшабойдікі сияқты. Фамилиясын жазды, міне фамилиясы бар. Міне. Алаяқ деп жазып қойыпты. Мен Каспий Голд'ымды салып бәрін. Столыңды салам драйверге дейді. Жазып та білмейді екен, қате жазыпты, мына қараңыз. Жақсы, оған күлмейміз. Бірақ бұның фамилиясын айтам, қазір бұны бәрін кетіп тапты. Бірақ оны жазып жіберетін жерге жіберіп үлгердім. Енді мені білесіздер ағайындар. Өтепқалиева дейді міне фамилиясы. Айнагүл, күйеуінің аты Мырзабек. Столда істейме, әрбір жерде сөйтіп әйтеуір мен ақшамды бермей тұр ғой. Мен мамамның сөзін тыңдағанда қараңдар, ағайындар. 5 мың берді қолда ұсталалауға. Қараңыздар шиятын ай. Мен телефон нөмірі ағайындар. Оның ақшам жоқ дейді. Осы атқа мен сбор аштым. Абдрахман мырзаға және көмек сұрадым Абат Жанғалиев мырзадан. Олар сондай әкімдерді бетке ұстар әкімдер ғой. Мен жайлы сұрап жатырмын дейді. Жақсы. Әлеуметтік желіге салам енді ал. Кеше бір күттім, екі күттім. Шыдап едім. Мен адрес жазшы дейді, сол жіберем дейді. Өзін жазып отқан ғой, көрдіңіздер ғой достар. 10 мың дегенді салам ғой, сені артық үйретпей қой дейді. Неге бердің дейді. Кетіп сапты я, 10 мың теңге деген бар мына жерде. Келде алып кетші дейді мен. Көрдіңіздер ғой, енді басқа дәлел не керек? Болды, мен сұрағаным осы тек қана. Қайтаңдар, ақшамды салып жіберіңдер. Мен қайда бұны деген мен 7 январда жаздым. Тағы да нөмірі, міне екінші нөмірі бар ағайындар. Осындай нөмірлер ақша сұрап жатса, үйіне көмектесіп жатса, қараңыздар ағайындар. Бұл түк те бұғанағыдай не адам емес, мұқтаж адам емес. Айнагүл деп тереміз. Айнагүл. Айнагүл Мырзабек. Шықпай тұр. Жақсы. Шығады. Телефон. Айнагүл. Қазір. Осындай адамдар ағайындар. Жақсы шықпады. Шықпаса да мен кеше звондадым оған. Осы тұрған бар. Аман табылайық. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Осындайларға сене бермейік ағайындар.